Қатпарлы қаттама жасайтын боламыз. Суымызды, тұзымызды, ұнымызды салып, жақсылап біркелкетіп қамыр илеп аламыз. Июі қанғанша қамырымызды 20 минутқа қойып қоямыз, бетін жауып. Және көк жуамызды осылай майдалап турап аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді 2 бөлікке бөліп, жұқалап, жайып аламыз. Жайып болған қамырымызға сары майымызды жағып, осылай көк жуамызды сеуіп аламыз. Екінші жаймамызды бетіне жауып, үстінен тағы сары майымызды жағамыз. Осындай бөліктерге бөліп, орап аламыз. Және үстінен 1-2 рет жайып жібереміз. Духовкада 180 градуста 20 минут қойып пісіріп аламыз. Міне осындай қатпарлы фатырнан шығады. Өте дәмді, жасалуы да өте оңай. Дайындап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.